сұрақ кеп тұр. Жігітіміз екеуміздің арамыз жақсы. Әлі үйленбедік. Бірақ ол ақша жағынан өте сараң. Ақшаны өте қатты есептейді. Соны қалай өзгертсем болады дейді. Сіз егер оған күйеуге шықпаған болсаңыз, оны қалай өзгертесіз? Ол біріншіден сіз қазір енді қарым-қатынас жай аралас құралас деңгейінде тұрсыз. Бұл жерде сіз оны өзгерту емес, онымен өмірім ары қарай бірге бола ма, бірге болмай ма деген сұрақты өзіңізге қойғаныңыз жақсы. Себебі жігіттің сараңдығы кейде көп мәселені шешеді. Жігіт ақшасы көп болмаса да, қол ашық болса, онымен өмір сүру оңай болады. Жігіт бай болса да, сараң болса, онымен өмір сүру қиын болады. Сондықтан бұл жердегі мәселе жігітпен жүру. Енді арамыз жақсы деген, ол әлі сіздер бақытты болып кетесіздер деген сөзге дәлел емес. Негізі бір-бірлеріңізді ұнатқан болсаңыздар, енді әке-шешелеріңізге айтып, үлкендерге айтып, ары қарай қосылудың қамын жасау керек. Ал енді қашан қосылатындарыңыз белгісіз болса, қосыласыздар ма, қосылмайсыздар ма, ол да белгісіз болатын болса, онда құр бекер арамыз жақсы деп жүре бермеңіз. Себебі бәрібір нәпсі, шахуат, адамның бойындағы еркектің қалауы, әйелдің еріксіз әлсіреуі деген нәрселер бәрібір жүзеге асады. Ол кезде некесіз белгілі бір жағдайларға түсіп қалатын болсаңыз, өміріңіздің берекесін қашырады. Ертең өкінішке алып келуі мүмкін. Белгілі бір уақыттан кейін, қазір жақсысыз, белгілі бір уақыттан кейін бір-біріңізде қызық қалмауы мүмкін. Бір-бірлеріңізден жалығып, ең соңында қымбаттыңыздан сіз айырылып, ол да ойнап от басып, қиын жағдайға душар болуларыңыз мүмкін. Сондықтан ол кешегі кеңестік кезеңде дін жоқ, дәстүр жоқ кезде осылай адамдар әйтеуір бір есілі қарсылы жүріп, комсомол тойын жасап, әйтеуір бір ерлі-зайыптылардың үйленуінің бір формасы болатын бұл жүру деген нәрсе. Ал енді Құдайға шүкір, қазір дініміз бар, дәстүріміз оралып жатыр. Оның үстіне қанша жылаған қыздың тағдырын білеміз, қанша алам деген қызынан айырылып қалған жігіттің мұңын білеміз. Сондықтан ықтият болыңыздар. Бұл былайша айтқан кезде жігітпенен қыздың жүруі деген ол жардың шертінде кетіп бара жатқан керуен секілді. Кез келген уақытта бір-бірінің тағдырын бұзып жіберуі мүмкін. Сондықтан егер сіздер нақты осы үйленеміз, менің болашағым осы жігітпен, немесе болашағым осы қызбен байланысты көріп тұрмын десеңіздер, онда тез арада үлкендермен ақылдасып шешім қабылдауға тырысыңыздар. Ол деген сөз бастап үйленіп тастау емес, бір-бірлеріңіз зерттеңіздер. Қыз бен жігіт екеуі бірге жүре беріп, кешке қыдырып, киноға барып, сырласып, бірімен бірі қол ұстасып жүріп, еш уақытта бір-бірін білмейді. Ол бір-біріне деген жүрегінің махаббат мұңын жеткізу ғана. Бір-бірін білу деген ол адамды танитын ортамен араласып, сол ортаға үлкендерді араласып, солардың сұрап біліп, зерттеп, сөйлесуі арқылы ғана адам бір-бірін біледі. Оның анасы кім, ағасы кім, әкесі кім, ортасы кім, отбасы кім, тегі кім, жағдайлары қандай. Ол нақты сұраумен, сауал жолдаумен, өздерін білетін адамдармен кездесіп сөйлесумен ғана шешіледі. Ал бір қыз бен жігіт 10 жыл екеуі махаббатқа мауығып жүрсе де бір-бірлерін білмеуі мүмкін. 10 жыл жүріп, 10 күннен кейін ажырасып кетіп жатқандар бар. Сондықтан егер сіздер бір-бірлеріңізді ұнатқан болсаңыздар, онда енді үлкендермен ақылдасып, негізгі шешімге қарай қадам басу керек.